Наурыз жұмыскер бағдарламасы Наурыз бағдарламасымен қатар басталатын болады. Яғни ертең 3 қараша Наурыз бағдарламасына өтінім беру басталады. Ал Наурыз жұмыскер бағдарламасымен үй алам деген жандар бірден банкке барып, табысты растап, мақұлдама алып, ары қарай пәтер іздеп кетуге мүмкіндік бар. Бірақ өтінім берерде депозитті 2 миллион теңгеге дейін толтыру қажет. Наурыз жұмыскер бағдарламасы бойынша ірі 5 салада қызмет ететін жандар қатыса алады. Бірінші өнеркәсіп және құрылыс саласы, екінші энергетика саласы, үшінші көлік саласы, төртінші ауыл шаруашылығы және бесінші су ресурстары саласында қызмет ететін жандар қатысып көрсе болады. Және де кеңсе қызметкерлері бұл бағдарламаға қатыса алмайды. Мамандық бойынша белгілі бір тізім бар, 8 мыңнан астам мамандық бар. Сіздің жұмыс істейтін мамандығыңыз сол тізімге кіретін болса, және сіз осы ірі 5 салада жұмыс істейтін болсаңыз, Наурыз жұмыскер бағдарламасына қатыссаңыз болады. Қосымша ақпарат қажет, консультация қажет десеңіз, WhatsApp нөмерге байланысқа шығыңыз. Осы ақпаратпен таныстармен бөлісе отырыңыз. Ал мен келесі видеоларда Наурыз жұмыскер бойынша ең қызықты, ең ерекше топ 5 мамандықпен таныстыратын боламын. Жақсы достар.